Ассаламу алейкум достар. Бүгін Рахымжан Жақайымның "Сен маған массың" деген әніне разбор. Тек қана баре түрлерімен және бочкамен орындалатын қағысын көрсетем. Разборды бастайық. Бірінші аккорды фа мажор аккордын нижний посадкада ұстаймыз. Екінші латта баре, үшінші латта екінші струна, төртінші латта үш пен төртінші струна. Келесі аккорд фа диез минор. Екінші латта барен аламыз, төртінші латта бес пен төртінші струна. Соңғы аккорд G, үшінші латта баре, сосын төртінші латта үшінші струна, бесінші латта бес пен төртінші струна. Тек осы үш аккорд қолданылады. Ал енді қағысына келетін болсақ, қағысы бочкамен бірінші бочканы ұрамыз. Сол ұрған моментте төменге. Осы төмен ұрғаннан кейін төмен жоғары. Төмен жоғарыдан кейін үстінен басамыз, бірақ заглушка емес. Осы заглушка сіз әше просто дауысты өшіреміз бұлай. Осылай. Үстінен басып қаламыз, сосын төмен. Ең бастысы қағысты дұрыс орындап, ритмді ұстай білу. Ал енді аккордтарын қай жерінде ауыстыратын және ритмін көрсетейін. Сен менің жүрегімді иелеп алған, сен маған массың, сен маған массың, қап-қара көздер айтылды сөздер, жүрегімді ашсаң жүрегімді. Сен менің жүрегімді иелеп алған, сен маған массың, сен маған массың, қап-қара көздер айтылды сөздер, жүрегімді ашсаң жүрегімді. Осылай бұл жерде аккордтарын, осы үш аккордты барлығын бір латқа төмен түсіріп, үшінші латтан бастап бір тональды түсіріп орындауға болады. Осылай немесе дауыстарыңызға қалай көтеріп орындай берсе болады. Ал енді разбор осылай, ұнады деген ойдам. Егер де ұнаса арнаға тіркеліп, лайк басып, тесте қандай әнге разбор керек, соны жазып өтіңіздер.